Сәлем достар, бүгін сіздерге мен осындай керемет, дәмді, нежный пирогның рецептімен бөліскім келеді. Бұл пирог тез жасалады. Жанұяңызға кешкі немесе түскі асқа жасап берсеңіздер болады. Пирогтарыңыз өте дәмді болып шығады. Тестосы нежный, іші дәмді болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды илеуіштен өткізіп аламыз. Оның үстіне морозильниктен алынған майымызды үгіткіштен өткізіп, немесе осылай пышақтың көмегімен турап алып алсаңыз болады. Одан кейін қолдың көмегімен осылай ұнымызды крошка қылып аламыз. Енді айранымызды аламыз, оған тұзымызды қосамыз және де содамызды қосып, жақсылап айранымызды араластырамыз. Айранымызды үлкен ыдысқа құйып алыңыздар, себебі сода қосқан кезде айранымыз көтеріледі. Одан кейін айранымызды құйып, оны басында қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен айранымызды жақсылап басын біріктіріп аламыз. Қатты илеп жібермеңіздер, жай ғана ұнымыздың басын біріктіріңіздер. Өйткені қатты илеп жүрсеңіздер, қамырдың ішіндегі май еріп кетіп, тестамыз шықпай қалады. Тестамыз дәмді болу үшін, песочный, нежный болу үшін осылай жай ғана ұнның басын біріктіріп аласыздар. Қатты илеп жібермеңіздер, себебі ішінде майы бар, майы еріп кетпеу керек. Мінекей біз ұнымызды, қамырымызды біріктіріп алдық. Бұны енді 1 сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен грудинка алдым, 4 бұрышты қылып турадым, картошка және жуамызды бәрін 4 бұрышты турап алдым. Одан үстіне тұз қостым, қара бұрышымызды қостым. Сосын 1 кесе су қосып жібердім. Енді жақсылап салмасын араластырамыз. Мінекей мен араластырып алдым. Мен осыны қойып, қазір қамырды илейміз. 1 сағаттан кейін қамырымызды морозильниктен аламыз. Оны 2-ге бөлеміз. 1 бөлігін үлкендеу қылып аламыз, астына кететін, және де 1 бөлігін үстін кішкене қылып аламыз. Оны қойып қоямыз. Енді астыңғы бөлігін жақсылап илеп аламыз, үлкендеу. Мінекей мен өзімнің ыдысыма салдым, илеп жақсылап, үлкендеу қылып иледім. Енді салмасын салып, жақсы қылып, жан-жағын біріктіріп аламыз салмасын. Енді үстіңгі бөлігін илеймін. Үстіңгі бөлігін илеп алдым. Енді осыны бір-біріне біріктіріп, осылай жан-жағын қысып, қолдың көмегімен ою жасауға да болады, гүлді қылып, осылай біріктіріп аламыз. Мен біріктіргеннен кейін енді осын ортасын бетіп пышақтың көмегімен кесіп жібересіздер, ішіндегі начинкасы пісу үшін. Одан кейін қазір жұмыртқаның сарысын алып жағамыз. Шамалы сүт қосып жіберіңіздер. Сүт қосып жақсылап барлығын пирогтың бетін жағып шығамыз. Бұл пирогты дайын слоеный тестодан істесеңіздер де жақсы болады, немесе осылай мен сияқты қолдарыңыздан тесто жасап істесеңіздер де өте дәмді болады. Пирогтың бетіне кунжут, қара кунжут, ақ кунжут сепсеңіздер де болады. Мінекей менің пирогым дайын. Пирогым өте әдемі болып, өте дәмді болып шықты. Мен шыққаннан кейін шамалы жарты сағатқа қойып қойдым. Ол өте жұмсақ болып шықты. Істеп көріңіздер. Мұны қараңыздар, асты да, үсті да өте күшті болып пісті. Жан-жағы қытырлақ болады, өте дәмді. Осы рецептпен істесеңіздер, жанұяларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Бұл тестаны жаңа айтқандай слоеный тестодан да жасауға болады, немесе мен сияқты қолыңыздан да жасауға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.